Білесің бе, айналамыздағы заттарды геометриялық фигураларға ұқсатуға болады екен. Мысалы, күнге қараш. Одан ұшы жоқ түзу күн сәулесі түсіп тұр. Математикада да сәулелер бар. Сәуле түзу сызық. Оның басы бар, бірақ ұшы жоқ. Ал егер бір нүктеден екі сәуле шықса, бұрыш пайда болады. Сағаттың тілдері де бұрыш жасайды. Ал егер лентаны бөліктерге бөлсек, кесінділер пайда болады. Кесінді басы мен ұшы болатын түзу сызықтың бір бөлігі. Ал егер лентаның бөліктерін бұлай орналастырса, онда сынық сызықтар пайда болады. Сынық сызықтың басы мен ұшы, буындар мен төбелері болады. Әр кесінді сынық сызықтың буындары. Екі буынның қосылатын жері төбе деп аталады. Сынық сызықтардың тұйықталмаған және тұйықталған түрлері болады. Тұйықталмаған сынық сызықтың басы мен ұшы болады. Ал тұйықталған сынық сызықтың басы мен ұшы болмайды.